Мынау ең жауыз деген перғауынның өзі, отбасыны ойрандамаған, отбасыға тимеген. Ең жауыз деген құлдық замандардың өзінде құлдың да әйелі бала-шағасымен бірге ұйықтайтын, өмір сүретін құқы болған. Құл екеш құлдың отбасына тимеген. Құлдарда кәдімгі әйел құл еркекпенен жаңа отбасын өмір сүріп, еркек құлы әйел алып, бала-шағалы болып өмір сүрген. Құлдың өзін құрметтеді. Ғасырлар бойы ең жауыз деген патшалар мен ең жауыз деген диктаторлар. Ал мынау сұмырай коммунист Си Цзиньпин сол құлдан арман қылып, отбасыларды ойрандап, қазақ, ұйғыр, қырғыз, өзбек, татар, тәжіктердің отбасында қытайларды, қытай кадрлерді жаңағы бақылаушы қылып кіргізіп, үйлерінде бірге өмір сүретін, бірге тамақ ішетін, бірге тамақ жасайтын, оның бәрін жаңағы доклад жасайтын, WeChatке, Douyin-ға салатын, TikTok-қа салатын, жаңа күнде олардың балаларына Қытай тіл сабағын үйрететін, тәрбие шығып кіргізіп, ішкі Қытайдан келген әскери қызметкерлерді үйіне орналастырып, оны ұлттар достығы деп, аз ұлттар Қытайлардан, Қытайлар аз ұлттардан айырыла алмау деп, оны жаңағы Чызайичи, Жузайичи, Шөшизайичи деп, үште бірге болу деп, үйренуде бірге болу, тамақ ішуде бірге болу, тұрмыста бірге болу деп, өсті бытқып, бұл тарихта болмаған сұмдықты істеді ғой. Тарихта кімнің біреудің отбасына біреуді мәжбүрлеп кіргізу адамзат тарихында осы Қытай коммунистерінен басқа кімде болды? Мейлі арабыңды қара, мейлі мұсылман еместі қара, мейлі одан бұрынғы қан ішер замандарды қара, мейлі Гитлердің заманын қара, мейлі Муссолинидің заманын қара, мейлі кімнің заманын қара. Тарихта бұндай сұмдық болды ма? Болған жоқ. Ең бір адамдардың ең бір жанды жері отбасын ойрандау, екіге бөлу, ыдырату, отбасыға жат мүшені кіргізу, ішкен жегеннен тартып отырып, бүкіл басқан тұрғанын аңдытып қою, қысқасы бала тәрбиесіне дейін ойрандау, баланың тәрбиесіне дейін ата-анасы емес басқаларға жауапты қылып қою, бүкіл мемлекет бойынша аталмыш балаларды тәрбиелеу орталығын құру, ата-аналар жұмыспен қамтып деп, бүкіл бойдағы бар, үйленгені бар ішкі Қытайға жіберу, бұл Қытайдың зұлымдығы. Айналайындар, соның саясатын атқарып, мынау сұмырай Қытайшылдар енді қайталмай қалғандар деген сылтауменен сендерді Қытайға қайтармақшы. Қандай да қиындық болса бізге хабарласыңдар, біз көмектесеміз. Ол жақта 10 ұлың 30 қызың қалса да, Қазақстанның азаматтығына өт, сөйтіп менің бала-шағам Қытайда қалды деп арызданып жүріп бала-шағаңды алдырасың. Олар сені бала-шағаңнан айыра алмайды. Ал сен барып қалдың, сен қайттың, сенің ешқандай мүмкіндігің жоқ. Сен ол жерде жаңағы ешқандай өз басыңды да бала-шағаңды да қорғай алмайсың. Ал сен қалсаң осында, сен осында қалсаң, онда сен оларға іздеуші, сұраушы, жоқшы боласың. Гап сонда. Гап сонда. Сондықтан айналайындар, ойланыңдар. Тіпті қандай да бір қысым кедергі болса, біз сендерге жоқ. Қазақстан өкіметі сендерге азаматтық бермесе, біз Еуропа мен Америкадан сендерге міне, олар Қытайға қайтса, бастарына қауіп төніп, Еуропа Америкаға өтініш тапсырамыз. Ол бәрібір қабылданады. Себебі Қытай паспорттарын тұрса қолдарында, және Қазақстан өкіметінен қандай да бір қысым не кедергі болса, сендердің Шыңжаңға қайтпауға толық құқыларың бар. Анау Швеция өкіметі анау 18-ші жылы жариялап қойды. Тек паспортында туған жер Шыңжаң деп көрсетілген адамдарға шартсыз түрде босқын мәртебесін береміз. Қытайдың бай бағланы, миллиардері, саясаткері өрмелеп, еңбектеп, көбесінен қан кеткенше сөйтіп шетелге кетуді аңсайды. Себебі еркіндіктің қайда екенін біледі солар Қытай. Өзінің Қытайның елінен солар қашып шетелге кетеді. Сол үшін анау Нью-Йорктағы пекиндіктер, Нью-Йорктағы бейжингтіктер деген фильм содан шықты. Токиодағы шанхайдықтар деген атақты сериал содан шықты. Ал сен сорлы қазақ, жұрт қашып құтыла алмай жатқан Қытайға сен қайта-қайтамын деп не деген сор басқан, нас басқан адам едіңдер сен. Ойлансаңдаршы бұлға. Көздеріңді ашсаңдар, иә, бала-шаға қалды. Бірақ бала-шағаны сен барып құтқара алмайсың, сен қалып құтқара алмайсың. Сен соны түсін.
сен еркіндікте тұрып, менің бала шағамды алдыру құқың бар деп жылап еңіреп жүріп алдырамыз. Ал бірақ сен ол жаққа кеткеннен кейін бала шағаңа ие бола алмайсың, құтқара алмайсың. Қытай сені қақтап жейді, пісіріп жейді, өзіңді. Әйтеу бір Қытайдың сыртында біреуің болсаң, ана Қытайдың ішінде қалғаныңа жоқшы сұраушы боласың. Осыны түсінсің. Міне жуырда Қытай, ішкі Қытайдағы өз Қытайларының паспорттарын жиып жатыр. Заңсыз түрде шетелге қашуға қатаң соққы берейік деген ұрандар шығып жатыр. Заңсыз түрде шетелге кету науқанын тияйық деп күні-түні телевизорында айтып жатыр. Сұмдықтардың сұмдығы болып жатқан заман. Біреуді жәннатқа кіретін жолға салсаң, құр қалдың ба деп тозаққа басын тығады. Дүние жүзі Қытай қауымдастығының Қазақстан бөлімшесінің лауазымды тұлғалары дәл осы сәтте пандемиядан бұрын Қазақстанға туысшылай немесе саяхаттай келіп, шекара жабылған кезде Қытайға қайта алмай қалған қазақтарды үгіттеп, насихаттап жүріп, Қытайға қайтармақшы болып жатыр екен. Бұл енді біреудің басын баққа айдасаң, боққа қашады деген сөз сол. Қытайдың қазақ емес, Қытайның өзі тауасып, тас басып, шекарадағы Моңғолияға қашып, Моңғолиядан шетелге кетіп, баспана тілеп, Вьетнам, Гонконг, Тайваньға теңіз арқылы қашып, немесе Юннан провинциясы арқылы Вьетнамға, Мьянмарға, тағы басқа елдерге қашып, жан сақтап, бүкіл осы мүмкіндіктің бәрін пайдаланып шетелге қаша алмай жатқанда, Қытай коммунистік партиясының өзі 100 мыңдаған шіркеуді шағып, тіпті одан да көп үй шіркеулерін шағып, 100 миллионда 200 миллион христиандық дінге нанған Қытайлардың өзін жаңа қысымға ұшыратып, олардың ұстаздарын, миссионерлерін, поптарын қамап, 5 миллионға жуық Тибетті тасталқан қып, оның қанша миллион екені белгісіз қырып, геноцид жасап, бүкіл Тибетте қазір Тибет қалды ма қалмады ма жұрт білмейді. Монахтардың бәрін өлтіріп, Тибеттің ламаларын өлтіріп, Қытайдың Қызыл армиясының өзін Тибеттің монахтары құсап киіндіріп, өтіріктен әртіс қып, Қытайдың істеп Тибеттерге жасаған геноцидін жасырмақшы болып жатқан осы сұмдық кезде моңғолдардың өзінің жайлауларын тартып алып, мектептерін жауып, бүкіл моңғол тілін құртпақшы болып, моңғолдардың өзі жай енді малшы момын халық, солардың өзін қыспаққа алып жатқанда, қазақ, ұйғыр, қырғыз, өзбек, татар, тәжіктерді жаппай фашистік, геноцидтік қырғынға ұшыратып жатқан кезде, аталмыш саяси тәлім тәрбие орталығы деп, аталмыш кәсіби білім беру орталығы деп, аталмыш идеологиялық ақпараттандыру орталығы деп неше түрлі орталықтарды ашып, сол жерге қамап, адамды құқын шектеп, ешқандай заң органдарының тексеруінсіз, ешқандай ата заңда белгіленген процесстерді ілікке алмай, оларды қалағанша қамап, қалағанша адвокатсыз сол жерлерде оларды бас еркіндігінен айырып, осындай сұмдық оқиға болып жатқанда, Қазақстанға туысшылап келген қазақ түгілі, жай қазақтың өзі Қытайда не болып жатқандығын білетін осындай бір сұмдық заманда бұл қазақтарды Қытайға қайтармақ болған бұл қарекеттер сұмдық, және осы қазақтардың қайтамын деген сол ниетінің өзі адам түсінгісіз деңгейде сұмдық. Яғни жәннатта тұрып, бастарын тозаққа тыққан ақымақтар сияқты әңгіме. Тозақта не болып жатыр екен, құр қалдым ба деген бейшара надан топастың қылығы. Айналайын, Қазақстан мың жерінен кедей болса да, мың жерінен Қазақстан батпаққа батқан ел болса да, Қытаймен салыстырғанда Қазақстанда сен қазақсың. Сені Қазақстанда ешкім концлагерге қамамайды. Ал Қытайда сенің амандығыңа ешқандай кепілдік жоқ. Қытай сені асып жей ма, буға пісіріп жей ма, суға қайнатып жей ма, отқа қақтап жей ма,
бақашаяның қосып жейма өзі біледі шекарадан араттағаннан кейін. Анау 5 теңге пенсияңа, тағы бір айлығыңа сен соны қызығып Қытайға барам дегенде ертеңгі өмірің не болатынын білмейсің. Қытайдың фашистік концлагер түрмелерінен нағыз атажұрт еріктілері құтқарған қазақтардың көрген қорлықтары туралы естімесең есті, көрмеген болсаң көр. Олардың қазақ тілінде айтқан интервьюлерінің өзі біздің Атажұрт Қазақ Human Rights'тың YouTube каналында тұр. Айналайын қалың елім, қазағым. Мынау Қытай диаспоралары дейтін ұйым бар. Қытай тілінде Хуарың Хуачау зужы дейді. Қытайша Хуарың Хуачау дейді. Бұлар өздері қазақ болғанменен жүректері Қытай. Мынау Хуарын Хуачау десе тек қана ұлты Қытайлар болам екен десең, бұл сұмырайлардың ұлты қазақ болғанымен өздерін Қытай деп санап алған. Руханияты Қытай. Енді осы сұмырайлар Қазақстандағы Қытай диаспоралар ұйымы, яғни Қазақстандағы Хуарын Хуачау ұйымы деп тіркеп, оларының атын жебеу, отандас ел, тағы бірдеңе деген ұйым қып тіркеп алды. Бұның басында Омарәлі Әділбек, Дүкен Мәсімхан, Мұқан Мамытхан, Рахым Айып, тағанау Жәнәбілдің бір қызы бар, со сияқтылар отыр. Ал осы Қытай диаспоралар, яғни өздерінің қазақтығынан бас тартып отырып, өздері Қытайдың диаспорасымыз деген бұл сұмырайлар, енді дүниежүзі қазақ қауымдастығының Алматы бөлімшесінің бастығы болыпты. Яғни дүниежүзі қазақ қауымдастығының бастығы Зауытбек Тұрысбек, оның бұрынғы басшысы, ресми басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, бұлар өздерінің нағыз таза Қытайшыл екендігін, яғни қазақтың жауы екендігін дәлелдеп тұр. Яғни дүниежүзі Қытай қауымдастығы, дүниежүзі қазақ қауымдастығын жаулап алды. Жаңағы сұмырайлардың барлығы дүниежүзі Қытай қауымдастығының мүшелері, оның Қазақстан бөлімшелерінің басшылары. Енді осы сұмырайлар дүниежүзі қазақ қауымдастығының басшысы бол, енді әлгіндегі Қазақстанға туысшылай келіп, Қытайдағы бала-шағасынан айырылып қалған, Қытайдағы бала-шағасына осы індеттің обаның кезінде баралмай, қайталмай қалғандарды қайтару жұмысымен айналысады екен. Айналайындар, сендер Қазақстанда қалып, сол Қытайда қалып қалған бала-шағаңды Қазақстанға алдырумен айналыспадыңдар ма? Сенің Қазақстанда азаматтыққа тапсыруыңа ешқандай кедергі жоқ. Егер біздің бюрократтар, біздің сұмырайлар, біздің көші-қондағы оңбағандар, Назарбаевтың жендеттер, Тоқаевтың құлдары, егер сендердің Қазақстаннан азаматтық алуларыңа қандай да бір кедергі жасаса, бізге келіңдер. Біз бүкіл дүние жүзін айғайлатып, шулатып отырып, сендерге Қазақстанның азаматтығын алып берейік. Тіпті сендерді Америка, Еуропа елдерінен баспан алдыртайық. Қазақстанда қысым жасап жатыр екен, міне, мынандай құжат жина деп жатыр екен, міне, бермей кедергі жасап жатыр екен, қолдан кедергі жасап жатыр екен. Міне, егер шынында сондай болса, Америкаға, Еуропаға алдыруға тырысайық. Өтініштеріңді тапсыр Еуропа, Америкаға, біз арқылы. Тек Қытайға қайтпаңдаршы. Неге дейсіңдер ғой? Бірінші дәлелді мен айтып кеттім. Қытайдың фашистік концлагер түрмесінде болған, Қытайдың фашистік концлагер түрмесінде нақақ қамалған, сонда қорлық көрген, ұрылған, соғылған, неше түрлі жаңағы белгісіз укол дәрілер жаңағы салынған, медициналық, биохимиялық, биологиялық тәжірибелердің құралы болып қалған, сол түрмеден көрмегенді көрген, не бір сұмдық бастарынан кешкен азаматтар қазір дүние жүзіне танымал. Солардың барлығы, мысал, концлагерден көрген сұмдықтарын дүние жүзіне әшкерледі. Соны естімедім, көрмедім, білмедім деп айта алмайсыңдар. Бұл бір. Екіншісі, жуырда ғана мен Қытайдың ішкі ақпараттарында, яғни Қытайдың сайттарында жарияланған ақпараттарды аударып жарияладым. Сіздер де оны VPN деген программамен, мүмкін Қазақстаннан VPN-сіз ақ кіре алатын шығарсыздар. Қытайдың жаңағы іздеуіш Байду сайтына кіріп жазсаңыздар, алдағы 12-ші 5 жылдық жоспар ма, 17-ші 5 жылдық жоспар ма? Осы алдағы 5 жылдық жоспарында 7,5 миллион шыңжаңдықты кәсіби тәлім тәрбие беру орталықтарында тәрбиелейміз деп. Ол деген сөз 7,5 миллион қазақ, ұйғыр, өзбек, қырғыз, татар, тәжікті қамайды деген сөз. Енді ойлаңыздаршы, ресми статистика бойынша, официальный ресми санақ бойынша
Ол жердегі ұйғырлардың саны 11 миллион. Ресми санақ бойынша ол жердегі қазақтардың саны 1,5 миллион. Ресми санақ бойынша ол жердегі қырғыздардың саны 0,5 миллионға жетпейді. Иә, олардың саны осы Қытай айтқан саннан 2 есе 3 есе көп. Ұйғырлар 20 миллион, 30 миллион. Қазақтар кем дегенде, жоқ дегенде 5 миллион. Себебі лықсып, әле Алтай, Тарбағатай, Санжы, Буратал, Мори, Баркөл, Ақсайға дейін толтырып отыр. Ал осы қазақтардың әрбір қаласында тек бір Күнес ауданының өзінде, аудан орталығында 150 мың қазақ тұратындығын есептей берсең, ары қарай қазақтың қанша миллион екендігін өзің ақ есептейсің. Кезінде Қытайлар анау 2009 жылғы ұлттық санағында аудан-аудан, облыс-облыстардың санағын жасап, соған социалистік жарыс жариялап, кім бірінші жан саны санағын жасап болады екен деп жүлде жариялағанда, сол әлі толық жарияланып болмаған, бірақ алдын ала жариялаған аудандардың санағын қосып кеп қалғанда қазақтардың саны 5 миллионнан асып кеткен. Есептей беріңдер. Сол заманда, 2009-да. Енді есептей беріңдер. Жаңа Қытайдың жоспарын біз аударып жарияладық. Ол ешқандай құпия емес. Қытайша білетіндеріңіз болса таба аласыздар. Біле алмасаңыздар, сенбесеңіздер менен сұраңыздар. Біз сайттарда, YouTube'де, Атажұрт Қазақ Human Rights YouTube'інде, Facebook'те бөлістік. Алдыда 7,5 миллион шыңжаңдықты кәсіби тәлім тәрбиелеу орталығында тәрбиелейміз дейді. Ол деген концлагер, ол деген фашистік қамау. Енді есептей бер. Жаңа Қытайдың ресми санағы бойынша 11 миллион, ұйғыр 1,5 миллион қазақ, жаңа 0,5 миллионға жетпейтін қырғыз, соның бәрін қосып кеп жіберетін болсаң, 14 миллионға жетпейді. Ресми санағы, шын мәнінде бұдан 2 есе 3 есе көп деді. Ал енді сол 14 миллионның 7,5 миллионы кәсіби тәлім тәрбие орталығына кірсе, онда 2 адамның біреуі кіреді деген сөз. Әр 2 адамның біреуі кіреді. Онда 2 адамның біреуі дегенде ана кірмей қалатындар кімдер? Қарттар, ауру сырқаулар, мүгедектер, концлагерге қамаса өздеріне әуре болатындар, сәби балалар, кемалат жасына толмағандар. Ал енді қазақтар, сендер не күтіп отырсыңдар? Сендерге тағы не керек? Қазір қаншама қазақ мәжбүрлі түрде ішкі Қытайға жұмысқа жегіліп жатыр. Университет оқып бітіріп дипломмен келгенде ішкі Қытайға мәжбүрлеп зауытқа қара жұмысқа жегіп тастады. Үкіметте, әкімшілікте, докторханада, мемлекеттік мекемелерде, мектептерде, тағы басқа қаншама жерде жұмыс істейтін мамандарды өз мамандығына емес, қара жұмысқа зауыттарға салды. Басқарушы анау мынау қылып қойды. Біз білеміз оның барлығын. Айна деген 5 мың, 10 мың түгілі 20 мың, 30 мың доллар табыс тауып отырған кәдімгі бизнесмен, кәсіпкер азаматтарды үлкен бизнес жасап, тірлік жасап, ресторандар, тойханалар ашып, кәдімгі үй жасап, үй ремонттап, кішігірім цех жасап, үй жиһаздарын өндіріп, кәдімгі киім кешек өндіріп, қолмен киім кешек тігіп, ұлттық киім тігіп, байып, дамып, бір өзі 40-50 адамға, ең жоқ 10-15 адамға жұмыс беріп отырған азаматтарды әр адамға өлді дегенде теңгемен есептегенде 100 мың теңгеден 300 мың, 400 мың теңгеге дейін айлық беріп отырғандарды біз саған жұмыс істеу орайын тауып берейік. Біз сені жұмыспен қамдаймыз деп әлгілерді 100 долларлық, 40 мың, 50 мың теңгелік қара жұмысқа зауыттарға жегіп жатыр. Әйелім бір өлкөге, күйеуін бір өлкөге. Бұл қорлық, бұл қазақтарға жасаған қорлық. Ол азаматтар ешқандай Қытай өкіметі қамдайтын жұмысқа мұқтаж емес. Өздері 30-40 адамға, 10 адамға, 5 адамға жұмыс беріп жатқандар. Бұл Қытайдың аталмыш жұмыссыздарды, ауылғыстақтағы бас артық жұмыс күштерін жұмыспен қамту, оларға кәсіби ағашшылық, аспазшылық, киім тігу, тағы басқа өнер үйретеміз деген сылтаумен қазақтарды жаныштау саясаты, құрту саясаты, өзінің ата-бабасының жерінен қуып ішкі Қытайға жіберу саясаты. Әйелім бір провинцияға, бір өлкеге, күйеуім бір провинцияға, бір өлкеге, баладар не жетімханаға, не атасының, әжесінің, не нағашы ата, нағашы әжесінің қолында өмір сүруге мәжбүр болатын қылып, балаларды әке-шешенің мейірінен, махаббатынан айырып, ал күйеу мен әйелді екі жаққа бөліп, ең соңында
әйелінде мәжбүрлеп бір Қытайға тиетін қылып, күйеуінде мәжбүрлеп, ең соңында мәжбүрліктен, мұқтаждықтан, ішкен арақ болса, істеген ауыр жұмыс болса, басында еркіндік болмаса, бала шағасын көре алмаса, ең соңында бәленбай жыл түңіліп торығып, сол жердегі бір салтбасты Қытай қатынды алады, не жаңағы әйелде бір Қытайға тиіп тыныш болады. Тисе, шамалы еркіндік болады. Адамдарды соған мәжбүрлеу. Мынау ең жауыз деген перғауынның өзі, отбасыны ойрандамаған, отбасыға тимеген. Ең жауыз деген құлдық замандардың өзінде, құлдың да әйелі бала шағасымен бірге ұйықтайтын, өмір сүретін құқы болған. Құл екеш құлдың отбасына тимеген. Құлдарда кәдімгі әйел құл еркекпенен жаңа отбасылы өмір сүріп, еркек құлы әйел алып, бала шағалы болып өмір сүрген. Құлдың өзін құрметтеді. Ғасырлар бойы ең жауыз деген патшалар мен ең жауыз деген диктаторлар. Ал мынау сұмырай коммунист Си Цзиньпин сол құлдан арман қылып, отбасыларды ойрандап, қазақ, ұйғыр, қырғыз, өзбек, татар, тәжіктердің отбасында Қытайларды, Қытай кадрлерді жаңағы бақылаушы қылып кіргізіп, үйлерінде бірге өмір сүретін, бірге тамақ ішетін, бірге тамақ жасайтын, оның бәрін жаңағы доклад жасайтын, WeChatке, Douyin-ға салатын, TikTok-қа салатын, жаңағы күнде олардың баладарына Қытай тіл сабағын үйрететін, тәрбие шығып кіргізіп, ішкі Қытайдан келген әскери қызметкерлерді үйіне орналастырып, оны ұлттар достығы деп, аз ұлттар Қытайлардан, Қытайлар аз ұлттардан айырыла алмау деп, оны жаңағы Чызайичи, Жузайичи, Шөшизайичи деп, үште бірге болу деп, үйренуде бірге болу, тамақ ішуде бірге болу, тұрмыста бірге болу деп, өстіп, бытқып, бұл тарихта болмаған сұмдықты істеді ғой. Тарихта кімнің біреудің отбасына біреуді мәжбүрлеп кіргізу адамзат тарихында осы Қытай коммунистерінен басқа кімде болды? Мейлі арабыңды қара, мейлі мұсылман еместі қара, мейлі одан бұрынғы қан ішер замандарды қара, мейлі Гитлердің заманын қара, мейлі Муссолинидің заманын қара, мейлі кімнің заманын қара. Тарихта бұндай сұмдық болды ма? Болған жоқ. Ең бір адамдардың ең бір жанды жері отбасын ойрандау, екіге бөлу, ыдырату, отбасыға жат мүшені кіргізу, ішкен жегеннен тартып отырып, бүкіл басқан тұрғанын аңдытып қою, қысқасы бала тәрбиесіне дейін ойрандау, баланың тәрбиесіне дейін ата-анасы емес басқаларға жауапты қылып қою, бүкіл мемлекет бойынша аталмыш балаларды тәрбиелеу орталығын құру, ата-аналар жұмыспен қамтып деп, бүкіл бойдағы бар, үйленгені бар ішкі Қытайға жіберу, бұл Қытайдың зұлымдығы. Айналайындар, соның саясатын атқарып, мынау сұмырай Қытайшылдар енді қайталмай қалғандар деген сылтауменен сендерді Қытайға қайтармақшы. Қандай да қиындық болса бізге хабарласыңдар, біз көмектесеміз. Ол жақта 10 ұлың 30 қызың қалса да, Қазақстанның азаматтығына өт, сөйтіп менің бала шағам Қытайда қалды деп арызданып жүріп бала шағаңды алдырасың. Олар сені бала шағыңнан айыра алмайды. Ал сен барып қалдың, сен қайттың, сенің ешқандай мүмкіндігің жоқ. Сен ол жерде жаңағы ешқандай өз басыңды да бала шағаңды да қорғай алмайсың. Ал сен қалсаң осында, онда сен оларға іздеуші, сұраушы, жоқшы боласың. Гап сонда тұр. Сондықтан айналайындар, ойланыңдар. Тіпті қандай да бір қысым, кедергі болса, біз сендерге жоқшы боламыз. Қазақстан өкімет сендерге азаматтық бермесе, біз Еуропа мен Америкадан сендерге, міне, бұлар Қытайға қайсыса, бастарына қауіп төнеді деп, Еуропа, Америкаға өтініш тапсырамыз. Ол бәрібір қабылданады. Себебі Қытай паспорттарың тұрса қолдарыңда, және Қазақстан өкіметінен қандай да бір қысым не кедергі көрсеңдер, сендердің Шыңжаңға қайтпауға толық құқыларың бар. Анау Швеция өкіметі 18 жылы жариялап қойды. Тек паспортында туған жер Шыңжаң деп көрсетілген адамдарға шартсыз түрде босқын мәртебесін береміз деді. Қытайдың бай, бағланы, миллиардері, саясаткері өрмелеп, еңбектеп, көбесінен қан кеткенше сөйтіп шетелге кетуді аңсайды. Себебі еркіндіктің қайда екенін біледі солар Қытай. Өзінің Қытайның елінен солар қашып шетелге кетеді. Сол үшін анау Нью-Йорктағы пекиндіктер, Нью-Йорктағы бейжіңдіктер деген фильм содан шықты.
Токиодағы Шанхайдықтар дейтін атақты сериал содан шықты. Ал сен сорлы қазақ, жұрт қашып құтыла алмай жатқан Қытайға сен қайтамын деп не деген сор басқан, нас басқан адам едіңдер сендер. Ойлансаңдаршы бір уақыт. Көздеріңді ашсаңдаршы. Иә, бала-шаға қалды. Бірақ бала-шағаны сен барып құтқара алмайсың, сен қалып құтқара аласың. Сен соны түсін. Сен еркіндікте тұрып, менің бала-шағамды алдыру құқым бар деп жылап еңіреп жүріп алдыра аласың. Ал бірақ сен о жаққа кеткеннен кейін бала-шағаңа ие бола алмайсың, құтқара алмайсың. Қытай сені қақтап жейме, пісіріп жейме, өзі біледі. Әйтеу бір Қытайдың сыртында біреуің болсаң, ана Қытайдың ішінде қалғаныңа жоқшы, сұраушы боласың. Осыны түсінсеңші. Міне жуырда Қытай, ішкі Қытайдағы өз Қытайларының паспорттарын жиып жатыр. Заңсыз түрде шетелге қашуға қатаң соққы берейік деген ұрандар шығып жатыр. Заңсыз түрде шетелге кету науқанын тияйық деп күні-түні телевизорында айтып жатыр. Паспорттарды жию Шанхай, Пекиннің өзінде басталып кетті. Айналайын-ау, Қытай жақсы болса, сол Қытайдың өзі қашама. Соны бір уақыт неге ойламайсыңдар? Тұз төгіп қойып па дейтін үлкендердің сөзі болушы еді. Сендер сол зұлымдық, нақақ соттау, нақақ қамау, соны естімей, көрмей, білмей бара жатсыңдар ма? Жоқ, маған тиіспейді, мен қылмыс өткізгем жоқ, мен ештеңе істегем жоқ. Бұл наданның сөзі, ақымақтың сөзі. Ана 17-18 жылғы менің лекциямда бар, анау пенсионер шал 40 жыл Қытайға жұмыс істеген, адал жұмыс істеген, үлгілі коммунист болған, менің қылмысым жоқ. Бәленбай мәрте компартияның сыйлығын алғамын, Қытай маған не істейді, ойбай пенсиямды қиып тастайтын болды, бармасам құримын деді. Қазақстанда да 19-20 миллион қазақ сол Қазақстанның құрттай пенсиясымен өмір сүріп отыр ғой. Құдай сені адам қылып жаратқаннан кейін рыздықсыз қоймайды. Ал сонда Қытайдың $1000, $500 пенсиясын алмасаң қырылып қаласың ба? Таңертең құс ұясынан ұшқан кезде Құдай оның рыздығын беріп қойды. Қанша тал дән жейді, қай жерден құрт тауы болады, қай жерден өлексе тауы болады. Сол құстардың, әрбір жан-жануардың, солардың рыздығын Құдай тағала шешіп қойған. Әркімге солай бір жол көрсетіп қойған. Сол құстардың, жануарлардың ешқайсының пенсиясы жоқ. Олардың пенсиясын Құдай шешіп отыр. Қытайдың пенсиясы болмаса аштан өліп қалады деген идея санда сендерге қалай келді? Сондықтан ойланайық. Мынау кезінде анау билікшіл, Қытайшыл тіркелген ата жұрт деген бар. Мынау Ербол Дәулетбек деген ұлт сатқыны, жалақор, бәлеқор. Сол бір үндеу тастады. Мына Қытайға қайталмай жатқандарға көмек береміз, ақша береміз деп. Ол қайдағы жетекесінің ақшасы, ол өзі халықтан бізге берілген көмекті мен түрмеге түскен кезде ұрдап жырдап қымқырып орындық үстелдеріне дейін сатып жіберген сұмырай. Камераға дейін, компьютерге дейін басып қалған сұмырай. Оның қай жетекесі өзі қусирағын жағып отырған қайыршының тұқымы ол. Ал ол Қытайға аталмыш қайталмай қалғандарға қаржылай көмек береміз деген ол сөзді Қытай айтқызып отыр оған. Оған Қытай айтқызып отыр. Себебі сол кезде пандемия кезінде Қытай бүкіл кемесін, пойызын, ұшағын тоқтатып қойғанда, шекарада қамалып қалған Қытайлар шекараның сыртында, Қытайға қайталмай қалған Қытайлар. Солар зарлап, сол өзі тұрған елде үлкен мәселе болып, үлкен қоғамдық мәселеге айналып, содан ойбай рейстер тоқтап қалды, солардың бәрін ұйымдастырайық,